Сәлеметсің бе балақай? Сауат ашу сабағына қош келдің. Арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қой. Өткен сабақта біз дауыссыз дыбыстармен танысқанбыз. Еске түсіру үшін сілтемемен өтіп қайталап көр. Суреттерге қара, жануарлардың атын буынға бөліп көр. Түйе, екі буын. Сиыр, екі буын. Мысық, екі буын. Жылқы, екі буын. Қозы. Қозы сөзінде де екі буын екен балалар. Жарайсың балақай. Бұл ненің белгісі еді балалар? Дұрыс айтасың, сөздің. Ал сөз буынға бөлінеді екен балалар. Бұл буынның белгісі. Сөз дыбыстардан құралатынын білеміз. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады екен балалар. Сөзді буынға бөлгенде шапалақтап санап отыру өте ыңғайлы балалар. Суреттердегі заттарды ата, буынға бөл. Сөздер неше буыннан тұратынын айт. Доп. Доп сөзінде бір буын. Әт, кен, шек. Үш буын. Дом, ра. Үш буын. Мә, ши, не. Үш буын. Сандық. Екі буын. Шар. Бір буын. Тыңда, орында. Алақанды ысқылап, қыздырайық балақай. Алақаның ысыды, қараңдаршы, алақай. Өте жақсы. Сауат ашу кітабымызды 43-ші бетіндегі нөмірі 4-ші, 5-ші тапсырмадағы үзік сызықтарды бастырып шығайық. Жарайсың балақай. Бүгін сабаққа белсенді қатыстың. Жаңа видеоларды бірінші болып көру үшін арнамызға тіркеліп қоңырауды басып қой. Келесі кездескенше қош сау бол.